Столичные пожарные спасли сегодня из огня 5 человек. Среди них 2 детей. На 11-м этаже в одном из ЖК Астаны полностью сгорела 3-комнатная квартира. При спасении жильцов пострадали 2 борцов с огнем. Один из них находится в реанимации. Герои, первыми проникшие в объятую пожаром квартиру, спасли людей, но, к сожалению, сами пострадали от огня. 2 пожарных с сильными ожогами попали в больницу. Один из них находится в реанимации. Көздегі күңіренген күнде мұңаямды өкпелеймін кімге келем үнсіз аңдамай өкініш пе бұл қалай жеткізбейтін арман-ай өтеді өмір шалған-ай амал бар ма өмір осылай сынағына көнесің тағдырыңа ересің ай өтеді зымырай шалған өмір жадыраған күнге мен қашан жетерімді білмей жауыны көп таңдардай жаным мұңды бұл қалай өтіп өмір жалған-ай әуресіне салған-ай амал бар ма өмір осылай көнесің тағдырыңа ересің ай